Амал мерекесі қарсаңында Мерке ауданында қос мектеп ғимараты пайдалануға берілді. Олар Андас Батыр ауылындағы нөмір 21 жалпы орта мектебінің қосымша ғимараты мен нөмір 48 мектептегі 200 орындық жапсарлас ғимарат жаңа және спорт залдың лентасы қиылды. Қос мектеп кешендерінің ашылу рәсіміне аудан әкімі мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Салтанатты шарада аудан басшылары сөз алып, ғимараттың ашылуымен көпшілікті құттықтады. Сондай-ақ ауыл ақсақалдар кеңесінің төрағасы оқушыларға сәттілік тілеп, көрісу күніне арнап ақ-жарма тілегін айтты. Мерекемен тұспа-тұс келген жиында оқушылар өз өнерлерін көрсетіп, көрерменге паш етті. Жаңа ғимаратта бірқатар жаңа үйірмелер ашылады. Бүгін амал мерекесіне қарай Андас Батыр ауылдық округіндегі нөмірі 21 жалпы білім беретін мектепте қазіргі таңда 1000 бала оқиды. Осы білім беру ұясына 150 орындық жаңа жапсарлас ғимарат бүгінгі пайдалануға берілуде. Сондай-ақ Ойтал ауылдық округінде орналасқан номер 48 жалпы білім беретін мектепінің жанында 200 орындық мектеп бүгін балалардың игілігіне пайдалануға беріліп отыр. Сонымен қатар күрделі жөндеуден өткен нөмірі 30 Байсейіт Жылгелдин атындағы білім ошағының мектеп ауласына тал егу жұмыстары жүргізілді. 2024 жылы қосалқы жөндеу жұмыстары жасалған нөмірі 48 мектеп бүгінде толық заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген. Қос қуаныш арқасында Меркедегі мектеп тапшылығы мәселесі жойылатын болады. 150 орындық мектеп ашылып жатыр. Соған біз қуаныштымыз. Отырған халқымыздың бәрі осы мерекеге келіп отыр, осы қуанышқа келіп отыр. Мына жас балалармен бірге ортақ болып, бәріміз қуанышты болып, бүгінгі күнге осындайға жетіп отырмыз. Мереке қарсаңында бой көтерген нысандар ел игілігіне берілді. Оқушылар мен тұрғындар да қуанышты жаңалыққа дән риза. Құрмет Саятұлы, Айқын ақпарат, Мерке ауданынан.